Балаға үйрететін ұлы нәрсенің біреуі дүниедегі ең қымбат нәрсе. Балаңызға ең қымбат нәрсе бар. Сізде ол қымбат нәрсенің аз қалды. Ол не нәрсе? Ол уақыт. Балаңыздың уақытын дұрыс пайдалануға әрекет жасаңыздар. Балаңыздың уақыты бар болатын болса, телефон бәріміз көреміз. Телефон көрме демеймін, енді заманауи нәрсе, бірақ басымен кіріп кетпесін. Балаңызды табиғатқа, спортқа, қыдыртуға, Құран жаттауға, ата бабасын салтында жаттауға, сізбен сұхбаттасуға, кітап жазуға, бір жақсы нәрсе жазуға, кейде мына почеркті жақсы қылу үшін бір жақсы қазақтың мақал мәтелдері, сахабалардың, мына кімнің имам ұстаздардың жазған кітаптар шығып жатыр. Соны тетрадқа көшіруді, соны әдет қылсаңыз, қолы да үйренеді, ғылым да өседі, білімі де өседі, деңгейі де өседі. Сондықтан осы нәрсеге мән берсеңіздер. Өйткені уақыт деген қылыш, сен оны кеспесең, сенің балаңды да онымен қоса сені де кесіп түседі. Сондықтан балаларыңыздың уақытын дұрыс қараңыздар. Қияметтің күнінде Алланың алдында ең ауыр сұрақ уақыт үшін болады. Уақыт үшін жеке сұралады да, соның ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, жастық үшін отдельно сұралатын тағы. Уақыттың ішінде ғой жастық? Жоқ. Өміріңіз үшін жауап бересіз, оның ішіндегі жастық кезгі үшін отдельно жауап береміз. Сондықтан жастардың уақытын дұрыс пайдалану керекпіз. Жастардың уақытын дұрыс пайдаланыңыздар. Одан кейін сол уақытта қадіріне жеткен адамға Аллах Тағала бақ дәулет, ырыс нәсібені сөзсіз береді. Қол бос кездерде дұға қылуды үйретіңіз. Алланы ұлықтауды, тәспі, салауат, зікір айтуларды балаларға көп айтыңыздар. Осы нәрсені өзің айт, оған балаларың айтқыз. Тамақтың алдында кезек-кезек айтыңыздар. Мына ауыз ашардың дұғасын оқып жатсыздар ғой. Неге папа ғана оқиды бізде? Неге балаң оқымайды? Неге әйелің оқытпайсың? Әйелім, сен оқы, әйелдің де бір арманы бар. Ол да бір адам ғой, көтерілсін. Бүгін кезек, бүгін сен айт әкесі, одан кейін әйелің айтсын, балалардың анасы айтсын, содан кейін барып кіші балаң айтсын, қызың айтсын. Қызыңның ойында не бар екен? Ауыз ашарда бүйтіп қол жайып, ол да дайындалады. Бүгін не айтам екен? Басын бір кіріспе сөзбен айтсын. Мысалы, Субханал Маликил Қуддус, немесе жаңа Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим, сол сияқты мен анау входной билет сияқты кіріспесін бисмилля деп бастап сондай дұғамен ашса, жақсы болады. Соған бала үйренеді, ол балада да мотивация болады. Папам маған осылай, қандай арманың бар, өз еркіне қой. Өз еркіне бүйтіп сыбырлап шпиондар сияқты емес, балаларды қуансын. Осы нәрсені уақытты дұрыс пайдаланады. Жалпы уақыт өзі үшке бөлінеді. Кешегі өтіп кеткен, бүгінгі және ертеңгі. Ең жақсы уақыт қазіргі. Балалардың тұрған уақытысы қазіргі. Бұхаржау атамыз айтқан сөзі бар, жаңылмасам, уақыт өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып күшің кетіп кетті шамаң, мақтаған өмір осы болса дейді. 3 ауыз сөзбен болды тамам дейді. Абдулла ибн Аббас деген сахаба айтады, өмір деген ұшақ күн дейді. Кеше, бүгін, ертең дейді. Осыған Бұхаржау атамыздың сөзі бір жерден шығып отыр. Сондықтан балаларыңыздың жас кезінде, өзіңіздің жас кезіңізде не істей алмадыңыз? Сол. Одан кейін балаға ақыл айту деген сөз отырғызып қойып, отыр, мен тыңдай деп мамасын бәрін отырғызып көзін шұқу емес. Әсіресе еркектерге қатысты. Отырғызып алып тұрып, тыңда мені, мен осындай болғам деп, ана Абай атамыз айтпақшы, қолымды мезгілінен кеш сермедім деп, кейін қылыш сермегеніңнен пайда жоқ. Бәріміз отырмыз қазір, қап жасым болғанда ғой, қап ана көзім жақсы көргенде ғой, молодой болғанда, ол бәрі өтті кетті. Енді ең болмағанда сіздің қателігіңізді балаңыз жасамау керек. Ол әр балаға подход әртүрлі. Әр балаға индивид әрқайсысына жекелей қайырластар. Жалпы жәннетке барғыз, Алланың алдында жәннетке баратын адамды көргілеріңіз келе ма? Кім жәннетке барады десе, ғалымдар санап берген. Мынандай қасиеті болса, жәннетке барады деп. Оның бас аяғын 70-ін санаған. Оны қысқартып 10-ға түсірген. Ондан қысқартып 5 қасиетке түсірген. Осы 5 қасиеті болған адам, әлбетте иманы, Аллаға сенімі болса, бұл адам ғибадаты, құлшылығы деген сияқты осының бәрі автоматом соның ішінде, бірақ мына 5 қасиеті бар адамның жәннетке баруына белгі болады дейді. Ең біріншісі, уақытын босқа ысырап етпейді. Уақытын қадірлеген адам, ол Алланың алдында ең құнды адам. Сондықтан балаларыңыздың уақытын босқа жібермеуге тырысыңыз. Өзіңіз кетіп қалды, қартайды, күшің кетті, жас болдың, басқа. Енді ең болғанда балаларыңызды жіберіп алмаңыздар. Бұл бір. Екіншісі, бұл адам уайымын жасырады. Қайғысын жасырады. Әркім барып айта бермейді. Менде мынандай проблема, айта бермейді. Қайыртіленемейді, тіленші болмайды.
өкпешіл болмайды. Осы екі. Үшіншісі, істеген жақсылығын жасырады. Мен намаз оқығаныма 11 жыл болды. Ораза ұстағаныма 9 жыл болды. Деп трудовой книжкасын көтеріп жүрмейді. Жаңағы доставлено деп WhatsApp-тағыдай бүйтіп галочка шығып тұрмайды ол. Қабыл болмай қалуы мүмкін. То есть санамайды. Жақсылығын жасырады. Қараңыздар, қайта басына қайталаймыз. Біріншісі, уақытын қадірлейді, уақытын босқа жібермейді. Екіншісі, уайымын, қайғысын, мұқтажын, кредитін әркімге айта бермейді. Бұл екі. Алладан сұрайды, өзі еңбектенеді, өзіне сұрайды. Үшіншісі, бұл адам жақсылығын жасырады. Құлшылығын, ғибадатын, садақасын, садақаны жасырыңыздар. Мен пітір бердім. Білесің бе, вообще зекет бердім мен деп айтпашың. Не қыласың? Құдай көріп тұр, болды, не қыласың оны санап. Санама. Үшеуін жасырдыңыз ба? Келесісі, бұл адамда, жәннетке баратын адамда мынау сәл шерхан адам айтпақшы кембағалдығы болады адамның бір. Енді бір кем дүние ғой, жетпейді. Былай тартсаң, былай жетпейді. Соны айта бермейді. Кейбір адамдар болады, бір отырсаң болды, айта береді, мыжи береді. Сен Құдайға айтып бердің, сен жоқ дейді. Сондықтан оған қайырым, Аллаға қайырлы беріңіз. Одан кейін бұл адамда тәкаппарлық болмайды. Тәкаппары болмайды. Қатыгез болмайды. Төртеу болды. Бесіншісі, жәннетке баратын адамның ең негізгі қасиеттерінің біреуі, бұл адамда ең ұлы қасиет сабырлық болады. Осы қасиеттерді көрсеңіз, сол адамға жақындаңыз. Енді плюс, конечно, білімі болады, ғибадаты болады, ол жеке ол, өзінше бір төбе. Осы қасиеттерді көрсеңіз, соның ең біріншісі болып уақыт тұрады. Адам уақытын қадірлеген адам бұл құтылады дейді. Ғалымдар айтады, адам бұл құтылған адамдарды көргілеріңіз келсе дейді. Біріншісі Алладан қорқады, екіншісінде байлығының зекеті, ұшыры, садақасы, пітірі болады. Одан кейін ашуына ие болады дейді. Жаңа мен айттым енді, ашуына, тәкаппарлық сол ашуына ие болады. Ашуына ие болады, яғни өз-өзін ұстай алатын адам бұл жақсылыққа. Одан кейін адам үш нәрсе адамды жақсылыққа алып барады. Осы үш жақсы қасиет балаларыңызды бойына кіргізіңіздер. Біріншісі, нәпсінің ие болады. Ана қазақта бір сөз бар. Көрсе қызар болмайды. Мынаны алам, мынаны қызам, қыз бала болсын, ол болсын, сарысын алам, қызын алам. Енді өзін ұстай алады да. Қызығамыз бәріміз, алғымыз келеді, жақсы нәрсе көргіміз келеді, жақсы жерде тұрғым келеді. Бірақ контролировать етеді да, бесконтрольный емес. Соған жетем деп қарызға батып, өз-өзін қинамайды. Бір. Екіншісі, бұл адамға жақсылыққа жететінен балаңыздың екінші белгісінде сараңдық болмайды. Сараң болмайды. Дараңбай болмайды, яғни бәрі шаша бермейді. Кейбіреулер қуанбау керек, бәрі шаша берсе дейді. Бүкіл киімін жалаңашпен берсе өзі голый қалып қалмау керек. Ақыл менен, яғни кең пейіл болу кетпейтін дәулетке алып келеді. Балаңыздың жақсы қасиетін біреу. Екі. Үшіншісін, ешқашан мақтанбайды. Өз-өзі мақтанбайды. Осы қасиеттер болатын болса балаңызда, альхамдулилля, Құдай берген екен. Яғни уақытын босқа кетірмеген адам болып табылады. Сондықтан Алла жақсы көрген адамға ең бір қасиеттердің біреуі, ол бала кезінен жәннетке баратын адамның белгілерінде уақытына қадірлейді. Артық нәрсеге уақыт бөлмейді. Яғни расписание. Біз баламыз кезімізден үйретті ғой. Мынандай распорядок не. Сол сияқты балаларыңызға распорядок құрып беріңіздер.